Ya, нормально түсіріп жатыр. Алыстан үркіп кетпесін деді ғой. Қозғалмай түсіреді, жақсы түсіреді. Қолдан қозғалып тұр. Бөшке жақсы болды ғой. Итті қара қарайды. Жақсы. Шығады ғой сөйтіп. Тілін аяқтарын қозғалады. Шым. Мынау менің бірінші рет сиырды осылай төлдеген барысында түсіріп жатқан бейнем. Итті түсірдім жаңа. Кенені көріп тұрмын ғой енді. Анда қойсам, тұрады. Қазір басқа жерге ауыстырайық. Құтжол деген ит. Анда жатыр. Мына жерге қоюға келем, ана өрге қою керек. Енді жайлап қоюға болады екен. Басайсың. Басын не керек? Теңізің. Таскенелерді қаршы. Таскене көп соңғы 2 жылда. Омырауларында таскенелерді көрініп тұрған бұлар. Қойға дейін түсіп кеткен ғой таскене деген. Сиырда бұрыннан болады, бірақ соңғы жылдарда қойға да, жылқыға да, түйеге де бүткіл малға түсіп жатыр біздің жақта. Бас шықты. Қандай бұзау деп ойлайсың? Бәстесек. Менше еркек бұзау ол. Менше шуар өт бұзау мұзау әйті. Қызыл екен көрініп тұр ғанда. Арты қара болып кетеді. Шуар өт бә бірдеме ғой. Точкасы бар. Бұл ана қырдан келді, қырдағы бұқалардан қашты. Қырдан. Бар, бұзаудың аузын үржіп өш барды. Қолғап кейіп ашеш, ан жердің резинені қолғапты кейіп ашеш бар. Шыламырларын алып жібер. Не екен? Еркек сияқты кіндігінің қасын. Ана бастар кер. Бісімілай деп. Дейме жалайды, ана көбірге түсіп кетті дән жерді. Уақ көбірге. Мені шөпке қарай. Істен жалайды ғой. Жаман көріп қалды о басы. Көтерме енді. Тағы да бір бұзауымыз болды. Мынау енді біздің 4-ші бұзауымыз. Жоқ, 5-ші бұзауымыз қырдағы бұзауымен қосқанда. Биылғы 2020 жылдың 5-ші бұзауы. Қырдағы бұзауы қандай екен? Еркек екен, ұрғашы екен? Мұнда 2 еркек, 2 ұрғашы болды ғой. Апынан бір сүйінші сұраш. Міне осы ауылда тірлік. Мына сиыр өзі келіп, бүгін негіз далада жүрген сиыр ғой. Үйге өзі бошалап келіп, мәдени тілмен айтқанды төлдеді. Босанды деуге келмейді ғой. Төлдеді дей ма? Бұзаулады дейді, төлдеді дейді. Жақсы, арнама жазылыңыздар.
осындай бейнелерді жүктеп тұратын болам әлде. Көріскенше сау болыңыздар.